мұсылманға бүйтіп қол алып ассаламу алейкум деп қолын ұстайсың. Қол ұстағаннан кейін құшақтап иығыңа қысасың. Бүйтіп құшақтаған кезде мұмин мұсылман бауыр болады бір-біріне. Саллаллаху алейхи ва саллям екі мұсылман қол алысып бүйткен кезде дейді, сілкінген екеуінің күнәсі жерге төгіледі. Бұдан артық не керек? Екі адамның күнәсі жерге төгіледі деп тұр. Аллах Тағаланың берген емес пе ол? Аллах Тағала мұсылман бауыр, иннамал муъминуна ихватун, мұсылмандар бір-біріне бауыр. Сіз бен біз бауырмыз. Біреудің басына қайғы болса, я Раббым, Аллах соған жәрдем et деп дұға қылыңыз. Оның ары қарай алып, ары қарай таратудың керегі жоқ. Естіп болса, естідің ба, анандай болып деген керегі жоқ. Имам Малик ибн Анас рахматуллаху алейхидің алдына біреу келеді. Келеді де айтады, сіз туралы ана мұсылмандар былай деп айтты дейді. Сол кезде имам ашу келеді де, мына адам ашу келеді. Айтып келген адам. Имам, үйтіп айтқан мен емес, үйтіп айтқан анау дейді. Сонда иннама сами'наху ва минк. Бұл әңгімені мен аналардың аузынан емес қой, сенің аузыңнан естіп тұрмын. Сенсің айтып тұрған депті. Көрдіңіз ба? Сондықтан сіз бізден шықпау керек та, бізден кетпеу керек. Естідіңіз ба? Естіген жерді тастаңыз, соны ұмытыңыз. Жақсылыққа ұмтылайық. Мұсылмандарды біріктіретін нәрселерге жақын болыңыз, мұсылмандардың ортасына іріткі салатын нәрседен алыс болыңыз. Иттифақ мәселеде, бітілген мәселеде біз жақсы тұруымыз керек бір-бірімізге. Қолдап тұруымыз керек. Ихтилафи мәселеде, таласты мәселеде бір-бірімізге жақсы құрмет қарауымыз керек. Сонда біздің үммет алға басады. Бір-бірімізді чұқи берсек, біздің онсыз да дұшпан, жауларымыз көп. Мына мешіттің ішінде біздің дұшпандарымыз өте көп. Ойлайсыздар ғой, мына жерге кіріп шыққанға, мына жерге бәлем мәшіне тұрып, осы жерге кіріп шыққанның өзіне бізді жақтырмайтын ел көп. Көбейіп кетті мұсылмандар, мешіттер көбейіп кетті деп айтқандар, ол біздің өзіміз мұсылмандардан да шығып жатыр. Бір жақсы мысал бар. Ғалымдар келтірген бір жақсы мысал бар. Орманның ішінде үш үлкен өгіз болады. Қара, қоңыр, одан кейін алам өгіз болады. Үшеуін де қасқыр аламайды екен. Үшеуін де қасқыр аламайды. Үшеуі былай мүйізбен тұрады, болды, жолай алмайды. Соң қасқырлар айлаға көшіп, ана қара мен қоңыр өгізге айтыпты. Сен екеуің әдемісің, қара, мына қоңыр. Мына ала-бұла ғой депті. Иә, соны шығарып берді. Екеуің күшті болып жүрсіңдер орманда. Мына бір ала-бұла қайдан шыққан бәле өзіне. Осы біз жейік. Ананың сөзіне қонады да, қасқырға айдап шығарып береді, екеуі сүзіп, қасқырлар сат жеп қояды. Болды бітті. Бір-екі айдан кейін қарны ашып, қайта келіп қара келді. Қара, сен өзің бұйра әдемі өгізсің, иә? Мына қоңыр бір түрлі дейді. Жараспай тұр орманның ішіне. Не істейін? Бұны шығарып берші бізге. Сүзіп шығарып бер, сонымен біз бұны жейік. Сен өзің күшті болып жүресің депті. Хайуан ғой. Бұл мысал адамға айтылып отқан мысал. Содан бұл ағайындардың ортасына тиіп отқан сөз. Содан бұны шығарып береді, бұны шығарып бергеннен тағы да бір-екі айдан кейін қарны ашады, енді кезек қара өгізге береді. Қара өгіз сен бүгін жеймін шақпақ дейді. Сен жемеймін деп едің ғой, алдап қойдың деп айтады. Алдап қойдың. Сен ақымақсың, сен өз достарыңды, бауырларыңды сүзіп шығарып бердің ба? Енді сен жейміз депті. Соқтан сүзіп бермейік біз өзіміз. Бізді онсыз да сүзетіндер көп сыртта. Сіз өзіңіз сүзбеңіз да. Біреу сүзсе сүзе берсін сыртына. Сіз өзіңіз сүзбеңіз. Бір-біріміз шықмайық. Сонда біз ел боламыз, сонда біз мұсылман боламыз, сонда біз иншалла, алхамдулилля, дініміз де, өміріміз де алға қарай дамиды.